Екі аттың үстінде тік тұрып шапқан алматылық шабандоз әлемдік рекорд орнатты. Ернар Жасұзақ 2000 шақырымды небәрі 3 минут 28 секундта бағындырған. Мұндай нәтижеге жету үшін шабандоз 3 ай бойы дайындалған. Жалпы бұған ұзақ уақыт дайындалдық негізі. Рекорд жаңартуға келсек, енді 20 қыркүйек күні қала күніне орай орнаттық. Ол жерде біздің бір атымыз негізі ауырып шықты біреуі. Үлкен қорқыныш болды, үлкен жауапкершілік болды ол жерде. Бірақ бар күш-жігеріміз жинап, бар күшіміз салып, алып шықтық рекордта. Ол жерде бір аттың ауырғаны өте қатты кедергі жасады негізі. Бір ат алдына шығып кетеді, екінші ат қалып қалады, жете алмайды. Сол кезде бір аттың басы қатты болатын еще. Ол аттың басын тартып отыру, жалпы оны қайта-қайта тартып отыру, бірге турлап отыру, қалып келатқан атты жеткізіп отыру, оның бәрі артық күш кетеді ол кезде.